Good morning, students. Good morning, teacher. How are you? We are fine. Who is absent? Nobody is absent. Жақсы отыра қояйық. Sit down, please. Так, оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз күндегі сабаққа қарағанда ерекше. Қазір оқушылар екі топқа бөлінеміз суреттер арқылы. Бәріміз ортаға келе қояйық, жиналып келе қояйық. Have a good day. Today you all look beautiful. Have a great day. You look great today. You a good person. You have a beautiful smile. You always look so beautiful. You're very beautiful. You are beautiful. You're very beautiful. You good. You are beautiful. Жақсы балалар, олай болса мына жерде біздің қазір екі түстегі көбелектеріміз бар. Сол көбелектер арқылы екі топқа бөлінеміз. Осы көбелектерді сабақтың аяғында барлығымыз алған білімдерімізді не білдім, не үйрендім, осы көбелектердің артына жазып, гүлдің үстіне қондырамыз. Сондықтан да қазір көбелектер арқылы бөлінеміз. Көбелектерді суырып ала берейік балалар. Так, көк көбелектер мына жақ столға отырасыз. Қызыл көбелектер ар жақтағы столға отырамыз. Топ басшыларынан енді бірінші топтан көк көбелектер қолынан Айдана топ басшы болады. Екінші топтан Жанел. Екі топ басшыға да қазір мен бағалау қарағын таратам. Әр тапсырма бойынша оқушылар топ басшылары оқушыларды бастан аяқ бағалап отырасыздар сабақтың аяғына дейін. Так, оқушылар дәптерлерімізді ашайық. Оқуын кітаптарымызды да жаздық. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы lesson topic. Қолданбалы есептерді шешу, solving applied problems. Дәптерімізді жазайық. Solving applied problems. Дәптерімізді жазайық. Тақырыпты оқушылар дәптеріңізге жазайық. Сабақтың тақырыбы қолданбалы есептерді шешу. Solving applied problems. Жазып болдық па балалар? Бүгінгі сабағымызда қолданатын термин сөздерді біз үнемі дәптерімізге жазып, қайталап жаттап жүреміз, оқушылар. Бүгінгі сабағымызда қолданатын сөздеріміз электрондық кесте, электронная таблица, spreadsheet, кірістіру, вставить, insert. Repeat. Электронный кесте, электронная таблица, spreadsheet, кірістіру, вставить, insert. Так, дәптерлерімізге жазып алайық.
Болдық па жақсы оқушылар? Так, болған болсақ, бүгінгі сабағымызға байланысты мен сіздерге қазір видео сабақ көрсетемін. Сол видео сабақты мұқият қарап тыңдайық. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз тақырыбы қолданбалы үздіктерді шешу. Сабағымыздың мақсаты электрондық кестелерді кіріктірілген функцияларды қолдана отырып есеп шығару. Бүгін біз сіздермен Excel программасында есепті шығаруды үйренетін боламыз. Мысал ретінде мына тапсырманы алайық. Кестені талда дейді. Анықтамасы кез келген бір тауар есептейтін формуланы анықтау, екінші барлық тауарға қарсы төленуге тиіс соманы анықтау және соңғы жалпы бағаның құнына қарай 2,5 мың теңгеден көп пе жеңіл деп жасауға болатын болмайтын туралы шешім алатын формуланы анықтауымыз керек. Осы есепті қазір біз шығарып көрейік. Ол үшін мен önceге Excel'ді ашып аламын. Бірінші жазып шығамыз. Бірінші номер. Екінші бізде тауардың атауы. Үшінші саны. Оқушылар бізге Excel'де мынандай шығып кететін болса, мына жерде перенос тексті деген бөлімді басамыз. Саны, бағасы және төленетін сома. Жазалып, төленетін соманы басамыз. Бірінші, екінші және үшінші. Ең бірінші бізде процесс, қаламсап және A4 қағазы. Бізде дәптердің саны 80, қаламсаптікі 70 және A4 қағаз бізде 3. Ал бағасы 2, 3 және 738. Енді бізге осы жерде қарасаңыздар төленетін сомасын есептейміз және барлығы төлеуге қанша жалпы суға кеткенін есептейміз. Барлығын қозғаламыз. Және төлеуге. Енді есептейміз. Дәптер үшін бізде төленетін сома. Ол үшін сіздер саны мен бағасын көбейтесіздер. Тең батырмасын басамыз. Тең батырмасын басамыз. Және санын басасыздар. Сізде осындай выделить етіледі. Санын басасыздар. Және көбейту таңдасын басамыз. Және бағасы деген 2 деген көрдім, соны басамыз. Өте С2 көбейтілген D2 деген формула шығады. Enter батырмасын басамыз. 160. Келесі тең батырмасын қоямыз. 70-дің үстінен басамыз. С3 кететін формулада. Және көбейту батырмасын басамыз. Бағасы 3-ке көбейтеміз. Формуласы С3 көбейтілген D3. Enter батырмасын басамыз. 210. Енді бізге үшінші A4 қағазының төленетін сомасын есептеуіміз керек. Тең батырмасын басамыз. Саны мен бағасын көбейтеміз. Яшықтар таңдаймыз. Формуласы С4 көбейтілген D4. Enter батырмасын басамыз. 2190 болды. Барлығы бізде жәнеге қанша тауар алатынымызды есептейміз. Мысалға, сіздер қосасыздар. 80, қосу 70, қосу 3 деген сияқты. Біз оны формуладен есептейтін боламыз. Сіздер балар жаза салмайсыздар. Мына жерде қарасаңыздар, әр санның яшықтың үстіне басатын болсаңыздар, сіздер формуласы шығыпты. Барлығын есептеу үшін солай істейміз. Тең батырмасын басамыз. С2 яшығы қосылған. С3 яшығы қосылған. С4 яшығы. Enter батырмасын басамыз. Бізде барлығы 153 тауардың саны шығыпты. Енді бізге төлеуге кететін барлық соманы есептеу үшін ол үшін төленетін сома деген бөлімдегі қосып шығамыз. Тең батырмасын басамыз. Яшықты таңдаймыз. Қосылған екінші яшық E2 қосылған E3 және E4 яшықтарын қосып шығамыз. Бізде барлығы 2560 теңге шығады. Әр яшықты басқан кезде сіздерге формула шығыпты. Енді бізге осыны кестенің ішіне салу керек. Барлық кестені белгілеп аласыздар керекті жерге дейін. Және граница деген бөлімге өтетін болсаңыз
қарасаңыздар, все границы бар қабырғалар деген таңдаймыз. Бұл кезде сізде осындай бөлінетін болады, кестеге саналатын болады. Мына жерге қарасаңыздар, ұяшықтарды былай үлкейтіп кішірейтуіңізге болады. Және жұмыстарыңызды файл сохранить командасы арқылы сақтап аласыздар. Балалар, енді осы сияқты сіздерге қазір сіздерге білім алған тапсырманы жүктеймін. Осы сияқты есепті шығарып, маған жүктеп жүресіздер. Жақсы сау болыңыздар. Оқушылар, біздің келесі әдісіміз ең ақылды әдісі. Өткен сабақ бойынша қолданылған 3 тілдегі термин сөздерді мидың суретінің үстіне жазып шығамыз. Ең көп әрі дұрыс жазған оқушы ең ақылды оқушы болып табылады. Түсіндік қой да? Мен сіздерге мидың суретін таратып беремін қазір екі топқа да. Өткен сабағымыз бойынша 3 тілдегі термин сөздерді жазып шығамыз. Жазарымыз тез-тез жазайық. Болдық па балалар? Болдық па, оқи қояқ шеттен бастап. Оқиға аян. Программа. Видео, видео. Пиксель. Үш сөз ғана жаздың да, отыра ғой. Келесі. Жанел оқи ғой. Сілтеме, ссылка, reference, жиындар, массивы, arrays, статистика, statistics, функциялар, функции, functions, математикалық өрнек, математическое выражение, mathematical expression. Жақсы отыра, 6 сөз жаздың да. Келесі кім, Мариям? Кірістірілген функциялар, встроенные функции, жиындар, массивы, arrays, циклды орындау, выполнение цикла, loop, excitation, электрондық кесте, электронная таблица, спредшит, кірістіру, вставить, insert. 8 сөз жаздың да? Жақсы отыра ғой. Келесі, Райымбек? Кірістірілген цикл, вложенный цикл, embedded loop, циклды орындау, выполнение цикла, loop,
section сілтемелер және жалдар, ссылки, массивы, reference and arrays, программа, видео. Altı жазды. Рамазан оқиды. Сілтеме ссылка, reference, программа, электрон кесте, электрон таблица, spreadsheet. Жақсы отырады. Франция. Сілтеме ссылка, референция, статистика, статикс, кірістірген цикл, вложенный цикл, индекс луп, цикл, сайсл, диапазон, range. Жақсы отырады. Ең көп сөз жазған кім мына топта? Мариям, иә? Мариям 8 сөз жазды. Келесі Камила. Келесі Камила оқиды. Статистика, статикс, сілтеме, ссылка, референс, желідегі қауіпсіздік, салыстырмалы сілтеме, относительная ссылка, reality референс. Абсолюттік сілтеме, абсолютная ссылка, абсолютный референс. Еш сөз ба? Жақсы отырады. Келесі Айдана. Компьютердің ішкі құрылымы внутреннее устройство компьютера internal computer structure. Аналог тақша, материнская плата, motherboard slot, кеңейтілімі slot, расширение, extension slot, функциялар, функции, functions, ақпараттық қауіпсіздік, информационная безопасность, information security. Сотрам. Келесі Мадина. Компьютердің ішкі құрылымы внутреннее устройство компьютера. Internal computer structure, аналог тақша, материнская плата, motherboard, слот кеңейтілімі, слот расширение, expansion slot, желідегі қауіпсіздік, сетевая безопасность, network security. Жақсы отырады. Келесі. Оқиғыш. Раз. Статистика. Программа, сілтеме, ссылка, референс. Абзал. Сілтеме, ссылка, референс, статистика, Простру ставить инспект, сілтеме, ссылка, референс. Жақсы отырады. Статистика, статикс, сілтеме, ссылка, референс, функция, functions, абсолюттік сілтеме, абсолют, ссылка, абсолют, референс. Жақсы отырады. Осы топта кім ең көп сөз жазған? Камила, иә? Кім сені, Мариям? 8 сөз жаздың ба? Ең ақылды оқушы кім екен? Мариям екен. 8 сөз жазған. Сол шақалақтар бағалап қойы. Оқушылардың өткен сабақ бойынша мына жерде 4 сұрақ берген сіздерге. Сол сұрақ арқылы Excel программасын кішкене еске түсіріп жіберейікші. Бірінші сұрағымыз Microsoft Excel программасын қалай іске қосамыз, кім айтады? Microsoft Excel программасын қалай іске қосамыз? Кім айтады? Айта ғой, Айдана. Бұл қысқақ программалар Microsoft Office ішсілер. Отырауы жақсы дұрыс. Екінші, Microsoft Excel программасында файлды қалай сақтаймыз? Айта ғой, Жанел. Телевизия шығады, сохранить батырмасын басып, апты қоямыз. Жақсы. Үшінші, Microsoft Excel программасының терезесі неде тұрады? Нелерден тұрады? Оқушылар, кім айтады? Айта ғой, Камила. Бағанадан, ұяшықтан, жолдан. Баған, ұяшық және жолдан тұрады. Төртінші, ұяшық дегеніміз не? Айта ғой, Мариям. Ұяшық дегеніміз баған мен жолдың қиылысуы. Жақсы отыра алды. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша енді қазір жаңа видео сабақ көрдік қой. Практикалық жұмыс жасаймыз компьютерда. Сол Excel-мен біз не істейміз?
прайс парақтағы тауарларды кестеге жазып, автомат түрде есептеліп шығатын кесте құруымыз керек. Мына жерде кестеде не берілген? Тауардың аты берілген, саны берілген, сосын бағасы берілген, сосын біз не істеуіміз керек? Барлығын формула құру арқылы есептеп шығаруымыз керек, е? Так, компьютерға бара қояйық. Никакси қасыма қарап беремін. Білесіз ба, оқушылар? Excel программасын ашып алайық. Так, мына жерде тапсырыс беру кестесі дегеннен бастап жоғары жағынан бастап жазамыз. Номері, атауы, сосын сандарын жазамыз. Одан кейін бағасын жазамыз. Сосын барлығын есептеп шығарамыз. Бағасы мен барлығын есептеп шығару үшін не істейміз, балалар? Формула қалған кезде не істейміз? Көбейтеміз ба, бөлеміз ба, қалай есептейміз? Көбейтеміз ба, бөлеміз ба, қалай есептейміз? Көбейтеміз бірінші, сосын барлығын шығарған кезде қосамыз. Так, формулаларды қалай жазатын едік, балалар? Барлығын есептеу үшін мына жерде біз формула арқылы шығаруымыз керек қой. Формула арқылы шығару үшін мына жерге барлығы деген жерге барамыз да сумманы басамыз, я? Сумманы басамыз, курсорды ең соңына қоямыз, тең bo'ladıға дейінгісін кетіріп тастаймыз. Сосын сан белгілейміз 100-ді. Тең болады, неше деп тұр? V2 деп тұр, я? V2-ні не істейміз? Клавиатурадағы көбейтуді басамыз, сосын бағасы 65 бағасын белгілейміз. Сонда тең болады V2 көбейтілген C2 болды формуласы. Сосын Enter батырмасын бассақ, бізге не істейді? Автоматты түрде тең bo'ladıсын шығарып береді. Барлық жерге осылай D3-ке де осындай формула құрамыз. Қайтадан сумманы басамыз. Курсорды ең соңына қоямыз, тең bo'ladıға дейінгісін кетіріп тастаймыз. Сосын санын басамыз, дәптердің саны 120. Яғни тең болады V3 бағаны болады, я? V3 бағаны не істейміз? Көбейтеміз, я? Клавиатурада көбейтуді басамыз, сосын бағасы 80, 80-ге көбейтеміз. Сонда қандай формула шықтырамыз? Тең болады V3 V3 көбейтілген C3. Енді тең bo'ladıсын шығару үшін не істейміз? Enter'ді басамыз. Көрдің ба? Келесі формуланы өзің құрма.
Көрдіңізбі? Қандай формула шықты? Тең болады С2 көбейтілген D2. Тең болады С2 көбейтілген. Шықты жұмыс болып кетті. D2 болу керек. Қайтадан қарап. Сумма қайда? Сумманы басайық. Сумманы басамыз балалар. Сумма батырмасын басамыз. Так, көбейтілген. Бізге не керек? D2 керек. Сосын қайсы батырма басамыз? Enter батырмасын бастап, бізге автомат түрде не істейді? Есептеп шығарып береді. Келесі дәптерге де солай формула қарайды. Жасаттымын ешқыңыз. Так, формула құру үшін аян. Так, формула құрып есептеп шығарамыз. Формуланы құру үшін біз мына жерге курсорымызды апарып қоямыз да, не істейміз? Сумма батырмасын басамыз, е? Тең болады. Ең соңына курсорды қоямыз да, тең боладыға дейінгісін кетіп тастаймыз. Сосын бұл жерде саны бағасы қалып қойыпты, бағасын жазып шығаршы балалар. Так, барлығы деген жерге барамыз, сумма батырмасын басамыз, сумма. Так, курсорды ең соңына қоямыз да, тең боладыға дейінгісін кетіріп тастаймыз. Сосын істейміз, саны мен бағасын істеуіміз керек, көбейтуіміз керек, е? Ол үшін ол жерде С2-ні белгілейміз, 100-ді. С2-ні белгілейміз, көбейтуді клавиатурадан саламыз. Көбейту, Z-ға көбейтеміз, D2-ге бағасына көбейтеміз, яғни 65-ге көбейтеміз. Сонда тең болады С2 көбейтілген D2 деген формула шықты, е? Енді нені басамыз? Enter батырмасын бассақ, бізге автоматты есептеп береді. Келесін біздер шығарымыз. Осы ба? Барлығын шығарымыз ба? Бәрі автомат түрде шығып тұр, е? Формулалары көрсетіліп тұр. Жансая мен мына жерде Мадина екеуі дұрыс орындады. Так, молодец, жарайсыңыз. Рамазан да дұрыс орындады. Мына жерде барлық формула мына жерде көрсетіп тұрады. Формуланың белгісі міне. Көрді ме? Біріншісіндегі формула, екінші дәптерді есептегендегі формула, міне үшінші қарындашты есептегендегі, одан степлер ме, көрді ме? Барлығының формуласы көрсетіп тұр. Дұрыс орындасың, жарайсың. Так, формула fx деп мына жерде көрсетіп тұр. Формулаларыңызды көрдіңіз ғой? Формула міне. Біріншісінде қайсымен қайсың? С2 мен D2-ні көбейткен, одан кейін С3 пен D2, С4 пен D2, С6 мен D6, С7 мен D, С8 пен D8. Өте дұрыс жақсы. Жақсы орындағансыз, орындағансыз. Келе қойыңыз. Райымбек. Клавиатурадан саламыз, сосын бізге С1-ді көбейту керек. Көрді ме формула? Содан кейін нені басамыз? Enter батырмасын басамыз. Сонда бізге автомат түрде көбейтті. Формуласын мына жерде көрсетіп отыр. Так, келесілерді солай шығарамыз. Сумманы басамыз, өзім есепте арғы. Аян мен Райымбек өздері есептеп шығарды, дұрыс шығардыңыз, е? Так, формулалар міне шығып D2 мен С2-ні көбейткен, С3 пен D3-ді көбейткен, С4 пен D4. Бәрін дұрыс есептеген. Жақсы, орындарыңызға келе қойыңыз. Енді оқушыңыз бар. Барлығын қалай есептейсіз, міне қоясыз. Сумма батырмасын басасыз. Курстың ең соңына қойып аламыз да, тең боладыға дейін кетіп тастаймыз. Әкестен бөледі. Неменені көбейтеміз? С3 пен мына жерде көбейтуді басамыз, көбейтуді басамыз. Сосын
65 өлшемді үшті белгілейді. Сосын өзі автоматты есептеп көрді. Екіншісін есептеп қаршы. Соңғы дейсің. Курсордың өлшемі қоясың. Тең боладаға дейін кетіп тастайсың. Белгілейсің. 120 ясасын көбейтуді. 80'de. Şartlar falan yapacağım. Geliyordu bildiğimiz. Так, сумманы басасың ол жерде. Сумманы басасың, тең болатыға дейінкісін кетіп тастайсың. Кетіп тастайсың. Сосын қайсыны өтеміз. В3 пен, мына басасың көбейтеді. V3 ентер басамыз. Ентер. Астқа да солай айтады. Сумманы басасың. Тең болатыға дейінкісін кетіп тастайсың. Üstüne basmayasın, 55'in üstüne basasın, dұрыс емес мынау. 55'in üstüne ғана басасың. Көрдің бе? Так, көбейтуді клавиатурадан саламыз, сосын S4 тең болады. Дұрыс, қайтадан қайталаймыз, сумманы басамыз. Бұл емес. Азан сумманы басамыз, мына қоямыз. Сумманы басасың. Курсорды ең соңына қойып аласың. Тең боладыға дейінгісін кетіп тастайсың. Еменнен көбейтеміз. Клавиатураға көрдім. Дұрыс. Келесі қалған екеуін шығап. Болды ба? Так, Айшамен разын тігілер дұрысын кейін есептер. Өте жақсы ұтыра ойындар орындарыңа. Basasın kadar. Ablas. Kumunu basasın demiş. Üstüne basayım kadar. En sona koyup alıp kurslarda teң boladığını ketip istemiz. Көбейтілген. Enter basasın. Өте дұрыс жақсы отыра болады. Орнымызға отырайық. Оқушылар жаңа енді компьютермен жұмыс жасап қой, орнымыздан тұрып, сүйіктің сәтіне күн жаттығуларын жасап жіберейік. Так, көзімізбен оңға қараймыз, солға қараймыз, жоғары қараймыз, төмен қараймыз. Көзімізді қатты жұмамыз. Көзімізді ашамыз да бір нүктеге кішкене қарап тұрамыз. Ұзақ уақыт қарай тұрамыз. Жақсы отырамын. Оқушылар енді бүгінгі сабағымызда қолданған үш тілдегі сөздерімізді өзіміз жазып шығайықшы. Үш тілдегі сөзіміздің, яғни қазақша сөздердің ағылшыншасын табуымыз керек. Сөздеріміз статистика, сілтеме, функциялар, деректер, талдау
абсолюттік сілтеме және салыстырмалы сілтеме біздің өткен сабақтарымыз бойынша, Excel бойынша, иә? Қай топ бірінші жазып болса айта қояйық. Кім болды? Алар? Оқиға Мария. Статистика сілтеме референс, функциялар functions, деректер талдау data анализ, абсолютті сілтеме абсолют референс, салыстырмалы сілтеме релатив референс. Жақсы отыраға дұрыс. Тағы кім болды? Оқиға Жанел. Статистика сілтеме reference, функциялар functions, деректер талдау data анализ, абсолютті сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Тағы кім болды? Оқиға Аян. Оған түсімай? Оқиға Аян. Статистика сілтеме референс, функциялар function, деректер талдау data анализ, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Өтеді. Аян оқиға. Сілтеме reference, функциялар functions, деректер талдау data анализ, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Жақсы отыраға. Келесі. Рамазан болды ба? Оқиға Рамазан. Электрон кесте, электрон статистика сілтеме референс, функциялар функцион, деректер талдау data анализ, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Жақсы. Оқиға olsun. Жансая. Статистика сілтеме ссылка референс, функциялар functions, деректерді талдау data анализ, абсолюттік сілтеме. Жақсы отыраға. Келесі. Айдана. Сілтеме reference, функциялар functions, деректер талдау data анализ, absolute сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Өтеді. Отыраға. Келесі. Оқиға Нұрасыл. Статистик сілтеме референс, функциялар деректер талдау data анализ, абсолютті сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Жақсы отыраға. Келесі. Камила. Сілтеме reference, абсолютті сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме относительная ссылка relative reference, функциялар function. Өте жақсы. Келесі. Абзал. Статистика сілтеме референс, функциялар деректер талдау data анализ, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстыру сілтеме reference. Жақсы отыраға. Айша. Статистика сілтеме reference, функциялар functions, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Жақсы отыраға. Келесі. Мадина. Сілтеме reference, функциялар functions, деректер талдау data анализ, абсолюттік сілтеме absolute reference, салыстырмалы сілтеме relative reference. Жақсы отыраға. Оқушылар енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін сіздерге 5 сұрақтан тұратын тест сұрақтары берілген. Сол тест сұрақтарына жауап бере қояйық. Топ болып жауап бере қоямыз.
Болсаңдар қазір екі топтікі бір-біріңізге берем, қазір дұрыс жауап көрсетем тақтадан. Сол бойынша бір-біріңізді тексеріп шығамыз. Болды па? Екі топтікі бір-біріне ауыстырып берейін қазір. Қазір дұрыс жауабын шығарам сіздерге. Қарай қалды. Жұлдызшамен белгіленіп тұрған дұрыс жауаптар. Дұрыс па екен? Бір қате бар ма? Так, бірінші топта бір қате бар екен. Басқаға дұрыс емес. Ана топтікі? Екінші топтікі бәрі дұрыс екен, е? Так, енді оқушылар, бағалау парағымызды оқып жіберейікші, екі топ басшысы. Бірінші тапсырма Жарайсың, Райымбек, Мариям, Жанель, Жансая. Тәжірибені арттыр, Аян, Рамазан. Екінші тапсырма Жарайсың, Жанель, Мариям. Үшінші тапсырма Жарайсың, Аян, Райымбек, Рамазан, Жансая. Тәжірибені арттыр, Жанель, Мариям. Төртінші тапсырма Мариям, Жанель, Райымбек, Аян, Жарайсың, тәжірибені арттыр, Рамазан, Жансая. Жақсы, отыра ғой. Бірінші тапсырма Жарайсың, Мадина, Айдана, тәжірибені арттыр, Камила. Екінші тапсырма Жарайсың, Камила, Айдана, Мадина, тәжірибені арттыр, Абзал, Нұрасыл. Үшінші тапсырма Жарайсың, Камила, тәжірибені арттыр, Мадина, Айша, Айдана. Төртінші тапсырма тәжірибені арттыр, Нұрасыл, Абзал, Талқын, Айша. Жақсы, отыра ғой. Оқушылар, үйге тапсырмаға тақырыпты оқып келу 94-99 бетке дейін. Оқулықтан нөмір 7-ші тапсырманы орындайсыз. Астана қаласы халық санының өзгеруі диаграммасы тұрғызасыңыз үйде. Яма? Иә. Қазір мана сіздерге көбелектер бердім ғой. Сол көбелектердің астына жазамыз. Осы сабақта не үйрендіңіз, сіз не үшін, не түсініксіз, келешекте нені білгіңіз келеді. Соны жазамыз да, сосын мына гүлдерге істейміз, көбелектерді қондырып, тастырып, тақтаға ілеміз. Жақсы оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.